есептеймін, бүгін медовый жасайтын боламын. Мен басында бастап қойдым. Ал енді қайдан сөйлейін. Медтан 2 қасық, 1 чайный ложка қасық толтырып саласың. Екеуін араластырып газға күйдіреміз. Қоңыр болғанша. Оны ертіп отырамыз. Потом майымызды алып, жәңелдегі сылап араластырамыз. Потом араластырып болғаннан кейін енді біз ұн қосамыз. Сразу қолдан тықпаңдар. Кішкене қамыр бола бастағаннан кейін біз уже қолмен салып болдым. Жауып қоямыз. Осындай ена өзі атығандай білмеймін. В общем, осындайға бәріндегі қамырын бітір көтерілсін. Мен қазір мына жерді жинап тастаймын. Вот, мына жерді жинап қойдым. Енді аламыз. Оны алып, ровно 3-ке бөліңдер. Потом біреуін алап, неге май қосам ба? Қараға. Майжа. Қоспаңдар. Вот типа осындай қылып жайыңдар. Потом градусын 180-ге қойыңдар да андай ауа жіберіңдер. Вот менікі уже пісіп қалды. Ашып көрейін. Вот көтеріп қоямыз. Ал мынаны аузын жабамыз. Және де айналып тұрғаннан мен былай қойдым. Ал шығып болған кейін обязательно осыны қойыңыздар. Очень негізі. И потом қатты болып тұр, сондықтан 2 минуттай или 5 минуттай бұны суытып алыңыздар. Мен өткеннен кейін біріншісі біткеннен кейін обязательно бетін қырнаңдар. Вообще май жақпаңдар. Өйткені оның ішінде май болғаннан кейін қатып қалады. Енді екіншісін қолмен жайымыз. Тура біріншісін көрсеткендей қылып жайымыз. Болды, бұны жайып болды. Енді қайтадан бұны ауасына қылып қойып қойыңыздар. Бұны ровно бір 10 минут ұстамай көресіңдер ғой енді. Примерно деп көріңдер. Рамлапсыз боламын дегенше астап жуып қоямын. Обязательно қарап отырыңдар астыр. Мына мен астық жуып отырсам, мына уже пісіп жатыр. Ой, ана қайтадан қойып қойдым. Енді мына суын көтеріп қатты ыстық болып кеткен. Мен үшінші істеген дайын болды. Енді аламын. Ең аузын ашып қойыңдар, и потом бәрін өшіріңдер. Өйткені ыстық шықсын. Вот мен үшеуін де бітті. Мына 1, 2 и потом мына 3. Мынау негізі просто бөлініп кетті да, себебімен жаңағыдай. Андай ыдыс-отқан кезде көптік қалыпта салам. Мына формада. Потом пиалайға фильтр или былайша су болсын, в общем, құясыңдар. И потом оған сгущенканы саласыңдар. Потом вилкамен аралайсың былай деп болдым. Ал енді жаңағыдай араластырғанымыздан былай үстінен өткіземіз. Потом істеп болғаннан соң мен сгущенканың өзін осылайына дәмі прям зор болды. Істеп көріңдер.